Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге міне қажет мен нөмір 60-шы жалпы білім беретін мектептің ден тәрбиесі пән мұғалімімін Бақтияр Қуандық Жанабайұлы. Бүгін сіздердің алдарыңызға мен паш етіп отырған менің құжатым, менің авторлық жұмысым. Ол 7-8 сынып оқушыларына арналған волейбол ойынын ойнаудағы әдіс тәсілдері элективті курстың бағдарламасы. Авторы мен 60-шы мектептің жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, рецензентім Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университетінің біліктілікті арттыру және қашықтан білім беру орталығының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты және халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Орақова. Мына жұмысымды жөніндегі түсінік хат. Волейбол әлемдегі ең танымал спорт түрлерінің бірі. Оның мәні командалық рухты, стратегиялық ойнауды және көшбасшылық қасиеттері дамытуға ықпал ететін дене шынықтырудан әлдеқайда асып түсетіндігін дәлелдейді. Курс соңғы ғылыми зерттеулер мен әдістемелік тәсілдерге негізделген волейбол саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды біріктіруге бағытталған. Және де бұған мен қоса кетерім, мына осы курсты жаза бастағанда, мен жаңағы осыдан 10-15 жыл бұрын, аз дегенде 20 жыл деңгейінде өзім жасаған зерттеудің нәтижесі, Эстониядағы жасаған зерттеудің нәтижесін, соның жаңағы жасөспірімдерін тез жетілдіру, спортты деңгейге тез жетілдіру мақсатындағы зерттеудің нәтижесін кейбір көрсеткіштермен осында қолданғанмын. Курс ойын техникасын, тактикасын және волейбол стратегиясын үйрену және жетілдіруге бағытталған эксперименттік жаттығулар сериясы мұнда қамтылады осы курста. Бұл оқушыларға курсты оқу барысында алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді. Педагогиканың ғылыми принциптерінің байланысы. Курс бағдарламасы заманауи педагогикалық принциптерге, соның ішінде сараланған тәсілге, интерактивті және оқушыларға мотивациялық қолдауға сәйкес жасалған. Білім беру жүйесінің басым бағыттары: курс әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастырады, сыни ойлауды дамыту және командада жұмыс істеу қабілеті сияқты білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттарын ескереді. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі. Бағдарлама спорттық, педагогика және волейбол саласындағы өзекті ғылыми зерттеулерге, соның ішінде жаттығу әдістемелеріне, психологиялық дайындыққа және ойынның физиологиялық аспектілеріне негізделген. Жаңашылдық дәрежесі. Бағдарлама ойыншылардың жеке және командалық дағдыларын барынша дамытуға бағытталған инновациялық оқыту және оқыту әдістерін қамтиды. Бағдарламаның мақсаты. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың волейбол саласындағы кешенді дағдылары мен білімдерін дамыту және жетілдіру. Олардың дене дайындығын арттыру. Волейбол ойыны контекстіндегі командалық жұмыс және стратегиялық ойлау қабілетін қалыптастыру. Бағдарлама оқушыларды әр түрлі деңгейдегі жұмыстарға тиімді қатысуға дайындауға, сондай-ақ физикалық даму және салауатты өмір салты туралы ретінде волейболға деген қызығушылықты ынталандыруға бағытталған. Бағдарламаның міндеттері: волейболдың техникалық дағдылары мен тактикалық әдістерін үйрету, оқушылар беру, қабылдау, пас беру, шабуылдау және құлыптау сияқты негізгі әдістер мен дағдыларды игеріп, ойынның негізгі тактикалық схемаларын үйрену керек.
Екіншіден, оқушылардың физикалық дамуы және денсаулығын нығайту. Бағдарлама оқушылардың жалпы дене дайындығын, күшін, икемділігін, төзімділігі мен реакция жылдамдығын жақсартуға бағытталған дене жаттығуларының кешенін қарастырады. Командалық дағдыларды және тиімді қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту. Оқушылар көшбасшылық дағдыларын, ойын барысында таңдау және қарым-қатынас дағдыларын, сондай-ақ жанжалдарды сындарлы шешу қабілетін дамыта отырып, командада жұмыс істеуді үйрену. Стратегиялық ойлау, стратегиялық ойлау мен шешім қабылдауды қалыптастыру. Бағдарлама ойын жағдайларын талдау, қарсыластардың іс-әрекеттерін болжау және шектеулі уақыт жағдайында жедел шешімдер қабылдау қабілетін дамытуға бағытталған. Естіден, волейбол ережелері мен спорт этикасы туралы білім деңгейін арттыру. Оқушылар волейбол ойынның халықаралық және ұлттық ережелерін, спорттық этика негіздерін және әділ ойын ережелерін сақтаудың маңыздылығын үйренеді. Енді мына берілген уақыттың шектеулеріне байланысты мен міне экранда көрініп тұр, күнтізбелік тақырыптық жоспар аптасына 1 сағаттан осы мына элитный курстың енді 34 сағаттық жалпы көлемі. Әр әр тақырып бағытталған, сол тақырыптың негізі шешіміне үнелетін болсақ, онда әрине ғылымға негізделген тақырып, әдіс тәсілдердің бәрі қолданатын сол жәнегі ғылыми талаптарына сай және инновациялық қазіргі бағыт бағдарға сай іріктелген. Волейбол курсы бағдарламасының күтілетін нәтижелері оқушыларды жан-жақты дамуына және олардың спорттық жетістіктерін арттыруға ықпал ететін физикалық және психологиялық аспектілерін кең ауқымды қамтиды. Ұмтылатын негізгі нәтижелер: физикалық дағдылар мен білім, ойын техникасын меңгеру. Оқушылар волейболдың негізгі және жетілдірілген техникалық элементтерін, соның ішінде дұрыс беру, қабылдау, беру, шабу және топтауды меңгереді. Дене шынықтыруды жақсарту. Бағдарлама оқушылардың жалпы фитнесін, күшін, икемділігін, үйлестіруін және төзімділігін арттыруға ықпал етеді. Мамандырылған дағдыларды дамыту. Оқушылар волейболға тән дағдыларды қолдануды үйренеді. Мысалы, стратегиялық позициялау, блоктауды тиімді пайдалану және инингтердің әртүрлі түрлері. Психологиялық даму. Топтық жұмыс және көшбасшылық. Оқушылар командада жұмыс істеу қабілетін дамытады. Жауапкершілікті өз мойнына алуды, көшбасшылық қабілеттерін көрсетуді және командаластарымен тиімді қарым-қатынас жасауды үйренеді. Стратегиялық ойлауда бағдарлама ойын жағдайларын талдау және жылдам шешім қабылдау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Өз іс-әрекеттерін стратегиялық жоспарлауға және қарсыластың іс-әрекеттерін болжауға үйретеді. Шоғырлану және фокус. Оқушылар ойын және жаттығу кезінде зейінді жоғары ұстауды үйренеді. Бұл ойдағыдай ойнаудың кілті. Теориялық білім. Ойын ережелері мен этикасын түсіну. Оқушылар волейбол ережелері, спорт этикасын сақтаудың маңыздылығы және әділ ойынның мәні туралы терең білім алады. Мына енді осы элитный курста негізгі осы допты беру техникасы неше түрлі жаттығулар іріктелген. Осы 34 сағат ішінде сабақтың барысында түрлі жаттығулар бар. Ол күнделікті дене тәрбиесі, кейбір жаттығулар күнделікті дене тәрбиесі сабағында да қолданады, бірақ кейбір жаттығулар
дене тәрбие сабағында қолданбайтын жаттығулар да бар. Әрине техникалық ана орындау барысына өзінің кішкене ерекшелігіне байланысты дәл осы электив курста сол жаттығулар қолданады. Мысалы допты беру техникасын үйрену жаттығулары дейміз. Аланда тордың жанында тұрып, ойыншы допты төменнен жоғары лақтырып, торды жағалатып береді. Әртүрлі бағытта алға, артқа, жоғары, әртүрлі қашықтықта ұзын, қысқарланған, әртүрлі биіктікте биік, орташа, төмен дейміз. Әріптеспен жаттығулар. Екі ойыншы екі жақта бірыңғай сызықта тұрып, бір-біріне допты тордан жоғары көтеріп береді. Әр ойыншы шабуыл сызығында тұрады. Допты беру үшін торға дейін жүгіріп келіп, қайтадан өз орындарына кетеді. Допты төменнен тіке ойынға қосу жаттығулары бар. Допты төменнен тіке ойынға қосу жаттығуларында допты беруден кең тараған түрі екі қолмен жоғарыдан беру. Мұның артықшылығы дәл және тура берілуінде. Мұндай берілуді орындау барысында ойыншының аяғы тізеден сәл бүгіліп, қолы алға қарай шығып, беттің алдында болады. Үлкен саусақ көздің деңгейінде болады. Дәл осы әрекеттерге ұстаздар сабақ барысында мұқият осыны назарда ұстап, осы әрекеттерге негізі көңіл аудару керек. Оқушылардың көбінде қателік осыдан келіп қолды дұрыс қоймайды. Ойыншы допты беруді орындаудан бұрын бастапқы қалыпты қабылдайды және допты қарсы алу үшін қажетті жағдайда орын ауыстырады. Енді міне құрметті әріптестер, тыңдаушылар, мен мына өзім осы қысқаша баяндауымның аяғында мына түсініп отырған мына жоспардың үлгісі. Бұл жоспар әрине ойдан емес, бұл енді жаңағы 16 қыркүйек 2021 жылы шыққан нөмір 742 бұйрыққа сәйкес, бұл біздің білім министрлігінің бұйрығы, соған сәйкес жасалған жоспардың үлгісі. Мына енді мен курсым негізі жарияланған. Енді кімде осы курстың туралы сұрақ болса, қажеттілігі болса, туындап жатса, маған байланысқа шығып, немесе сол сайттан алуыңызға болады. Осы мен баяндауым тамам. Тыңдағандарыңызға рахмет.